Қайырлы күн, мен Құлба Меруерт мамандықты таңдаймын. Осы видео арқылы сіздерді өзімнің мамандығыма саяхаттауға шақырамын. Сәнгерлік кәсібім модельер-конструктор. Бұл мамандық мені несімен қызықтырды? Кейін мен сәнге деген қызығушылығымды әжем оятқан. Себебі 5 жасымнан бастап әжемнің өзіне ерекше сөмкелер тігіп жүргенін көріп өстім. Осылайша сөмкеден басталған қызығушылық киімге ұласты. Бұл мамандық жайында тереңірек білгім келіп, әлемге танымал бренд Coco de Chanel фильмін көрдім. Бұл фильм арқылы модельер-конструктор мамандығы менің жүрегімді жаулап алды. Сәнгерлік мамандық адамдардың қажеттілігінен пайда болған мамандық. Бұл мамандық арқылы адамдар мезгілге сай киінуді үйренді. Біртіндей келе киімді сәнге айналдырып, әр ғасыр сайын жаңа сән пайда болды. Бірінші сәнгер Чарльз Уорд және оның көмекшісі Пол Пуаре. Чарльз Уордтың әр киімі өз қолымен тігілген, және оның туындыларын патшайымдар мен асыл ханымдар сүйіспеншілікпен киген. Сәнгерлік кәсібім жайлы қызықты тың ақпараттар. Мамандық иелері айналасындағы дизайнерлік кемшіліктерді тез байқайды. Тігін саласындағы мамандардың жаңашыл идеялар мен шабыттары мезгілсіз келеді. Мамандық иесі киім дайындау процесі барысында немен айналысады? Тапсырыс берушімен техникалық тапсырма туралы келіседі. Технологпен бірге болашақ модельдің үлгісін талқылап, дизайн жүйесін жасайды. Өнімнің өлшемдері мен есептеулерін нақты мөлшерде және масштабта жүргізеді. Эскиздер жасалып, лекалдар жинағы дайын болады. Тігу сапасы бақыланып, осылайша бұйым дайын болады. Танымал дизайнерлер. Дарынды американдық дизайнер Майкл Корстон анасына үйлену көйлегін жасады. Стелла Маккартни әйгілі вегетарианшы. Ол өзінің коллекцияларында тері мен жүнді ешқашан пайдаланбайды. Қазақстандағы атақты дизайнерлер. Құралай Нұрқаділова. Кореяда қазақстандық сән тарихындағы тұңғыш әлемдік шебер атағына ие болған дизайнер. Айда Кауменова. Дизайнердің киімдері отандық шоу-бизнес әртістерінің арасында өте танымал. Өзіміздің жерлестеріміздің қолынан келген дүние менің де қолынан келеді деп сенемін. Мұндай жетістікке жету үшін бойымдағы талантты бейнелі ойлау, сурет салу қабілеті, төзімділік, жаңашылдық және шыдамдылық деген қасиеттермен ұштастыра білу қажет. Мамандықтың оң және кері жақтары, артықшылықтары, табысты бизнес құру және даңққа жету мүмкіндігі, кемшіліктері өзіңізді көрсету үшін көп уақыт пен күш қажет. Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығына оқытатын оқу орындар республикамызда жеткілікті. Менің таңдауым Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі. Біріншіден, колледжімізде барлық жабдықтармен жабдықталған оқу өндірістік орталығы бар. Екіншіден, менің мамандығыма қажетті барлық бағдарламалар осы колледжден бастау алған. Мамандық иесі атанғаннан кейін ателье, сән үйі, салондарда, тігін фабрикалары, мәдениет үйі мен театрларда жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Сонымен қоса, өзіңнің жеке бизнесіңді ашып, коллекцияларын жарыққа шығара аласың. Мамандық бойынша мансап құру мүмкіндігі жоғары. Тұрақты клиент алу арқылы маман өзіне лайықты мәртебе алады. Қазақстандағы сән нарығындағы модельер-конструктор мамандығына сұраныс өте жоғары. Тіпті жұмыс іздейтін сайттардың өзінде айына 150 мыңнан астам модельер-конструктор маманы сұралады. Сондықтан бұл мамандықты меңгерген адам жұмыссыз қаламын деген ойды мүлдем алып тастауына болады. Менің сәнгерлік кәсібіме шолу жасап саяхаттағандарыңызға рахмет. Өз мамандығымды сүйемін.